Киноның бір аты драма. Стэнли Кубриктің айтуынша, драма ең іргелі жанр, өйткені ол өмірдің айнасы. Адамтану киноның негізгі мақсаты болса, оны драмадан артық меңгерген жанр жоқ. Киноскопқа қош келдіңіздер. Бүгін біз драма жанры туралы айтамыз. Помогите! Он украл мой велосипед! Вор! Держите его! Вор! Виктория де Сиканың «Велосипед ұрлаушылар» фильмі итальян өмірін боямасыз бейнелеуге серт еткен неореализм қозғалысының маңдайалды туындысы. Кедейлік, жұмыссыздық, қарапайым адамның азаматтық абыройын сақтауға жан таласы. Студия жасандылығынан ада, Рим көшелерінің және кәсіби емес актерлердің табиғилығы арқасында фильм реалистік дәстүрдің үздік үлгісіне айналды. Вам повезло, что вы легко отделались. Скажите спасибо, что мужчина не захотел, чтобы вас арестовали. Да, и благодарите Бога. Скажите Богу спасибо. Француз жаңа толқынының негізін қалаған Франсуа Трюфоның 400 соққы фильміде жұмысшы таптың өмірі туралы еді. Оның өзегінде жан дүниесіне ешкім үңілмейтін жеткіншектің жүйеге, институттар мен олардың тәртібіне қарсылығы жатыр. Ұзақ кадрлар, қолға ұстаған камера, секірме монтаж сияқты сол кезде жаңалық болған техникаларды қоспағанда фильмнің финалы көп астарлы. Антуанның камераға қарасы әрі еркіндік, әрі немқұрайлық, өзін күтіп тұрған тағдырға дайындық, Трюфоның өз болмысына боямасыз қарауы, әрі кино құдіретін жырлауы. Тағы бір реалистік туындыны үнді киносынан да табуға болады. Сатьяджит Райдың «Үлкен қала» фильмі үнді қоғамындағы әйел орны өзгере бастаған кезең туралы еді. Қайын жұрт алдынан кесіп өтпеген Арати күндердің күні жұмысқа тұрады, бірақ оның отбасы үшін жаңа тәртіп оңайға соқпайды. Болливудтың ән мен биге толы асыра сілтеуі емес, қоғам қысымы мен әйел ұмтылысы туралы өмірден ойып алынған драма. Драма дегеніміз ол өмірдің өзі. Біздің өміріміз комедия емес, біздің өміріміз экшен емес, біздің өміріміз фэнтези емес, біздің өміріміз драмаға толы. Сондықтан біз өмірді боямасыз көрсеткіміз келген кездің бәрінде драма жанрына жүгінеміз. Кинодағыдай деген сөз Голливудтың гламурын еске түсіреді. Алайда шын мәніндегі кино керісінше жылтырақталып тастап, өмірдің күрделілігін көрсетеді. Асгар Фархади түсірген әр фильмді осы санатқа қосуға болады. Ажырасу Иран қоғамындағы әлеуметтік теңсіздік, отбасылық, діни және ұлттық құндылықтар мен кереғарлықтар туралы. Семен Ираннан көшкісі келеді. Надир науқас әкесін қимайды. Қыз қайсысын таңдайды? Әкені ме, шешені ме? Ұлт қайсысын таңдайды? Өткенді ме, болашақты ма? Мүмкін емес таңдаулар. Хлоя Жао түсірген «Көшпенділер мекені» фильмі дағдарыс кезінде барынан айырылған Ферн үйсіз күйсіз заманауи көшпеліге айналады. Фильм Ферн сияқты алып елде назардан тыс қалған кедейлер мен қарттар туралы, бірақ тереңірек үңілсек, адам баласының қайғыны қорыту, еңсеруі жайлы. Сюжеттен гөрі көңіл-күй мен кейіпкер зерттеуіне құрылған заманауи классика. Адамдардың көпшілігі шынайы оқиғаға негізделген деген дүниені жақсы көреді. Шынайы оқиғаға негізделген нәрселердің барлығы драма, немесе тарихи дүниелердің барлығы да драма. Қала берді, мысалға өнердегі үлкен бір бағыт, авторлық бағыт, мысалға артхаус дейтін болсақ, о жердегі де мысалға 90% дүние драма жанрында, бағытында түсіріледі. Сондықтан бұл жанрда бәсеке де жоғары. Осыған дейін жасалған үздік кино өнерінің үздік жауһарларының көпшілігі драма жанрында. Үлкен авторлардың бәрі бұл драма жанрында түсіріледі. Мысалы, Антониони болсын, Феллини болсын, одан кейінгі мысалы әлемдік кинодағы үлкен есімдер. Антонионидің маған «Затмение», «Приключения», «Ночь» фильмдері, мысалы, үздік драмалар. Феллинидің «Сладкая жизнь» өте мықты. Сосын Асгар Фархадидің барлық фильмдері, әсіресе «Развод», «Ажырасу», Андрей Звягинцевтің «Изгнание», «Возвращение». Бұл енді өте шектеусіз.
егер қандай да бір елдің кинематографиясы мойындалса, ол елде драманы жақсы түсіреді деуге болады. Бұл өз сенімдеріңізге күдікпен қарауға, ыңғайсыз шындықтарға бетпе-бет келуге және терең ойлануға шақыратын жанр. Қазақ киносы да драма жанрына жақын. Шәкен Аймановтың Атамекені ең үздік драманың бірі. Сұлтан Ахмет Қожықов, Мәжит Бегалин, Абдалла Қарсақбаевтар авторлық фильмге алғашқы қадам жасады. Олардың жолы бүгінге дейін жалғасын тауып келеді. Тұлпардың ісі Мәжит Бегалиннің ол үздік драма. Және Дәрежан Өмірбаевтың Қайрат және Кардиограмма және Киллер драмаларын атаймын. Үздік драма. Қазақ киносындағы үздік драмалар. Және Эмир Байгазиннің Асланның сабағы және Өзен фильмдерін мен үздік драмалар деп атаймын. Ең жоғарғы. Олар қазақ киносындағы емес, Мәжит Бегалинді қарастырған кезде олар әлемдік деңгейдегі. Және ол біріншіден ол фильмдер, мысалы Мәжит Бегалиндікі енді ол Совет одағының аумағында туылды, ол енді үлкен халықаралық өте бір үлкен аудитория таба алмаған шығар. Ал бірақ мысалға Дәрежан Өмірбаевтың, Эмир Байгазиннің бағанағы атап өткен фильмдері, олар өзінің біріншіден халықаралық өзінің бағасында алған фильмдер, сыншылар тарапынан, көрермендер тарапынан, және өзіміздің көрермендер тарапынан да үлкен бағасын алған. Және ол ең біріншіден ол көркемдік деңгей тұрғысынан олар соған лайықты фильмдер. Ол сонысымен олар үздік драма деп есептеймін. Әсіресе қазақ жаңа толқыны жаңа дәуірді зерттеді және өз дәуірінің мәселелерін зерделеді. Соған сай жаңа кино тілін әкелді. Кейіпкерлердің бейнесінен сондай бір психологиялық драманы біз байқадық, яғни олардың шарасыздығы, мысалы Қайрат фильмін атап айтсақ болады. Кішкентай қаланың тұрғыны Алматыға келіп, оқуға келіп тапсырады, бірақ емтиханнан құлайды, бірақ құлағанда да өзінің кінәсінен емес, басқа біреудің қағазын беру арқылы ұсталынып қалады. Содан сондай өмірдің тәлкегіне түседі. Қазақстандағы ең ұлттық танымдағы режиссер деп жаңа толқындықтардың бірі Серік Апрымовты айтуға болады. Оның драмаларындағы кейіпкерлер шапан кимей-ақ ұлт болмысы мен мінезіндегі өзгерістерді түгендеп жүреді. Капиталистік қоғам мен ұлттық құндылықтар қақтығысы заманауи шындық фонында шебер өріледі. Мемлекет өзіне ұнайтын киноға, ал кейде ұнамайтын киноға да қаражат бөледі. Солардың бір парасы әлеуметтік драмалар. Түйінсіз қоғам болмайды, бірақ олар туралы айтудан гөрі айтпау ұжымдық сана үшін қауіптірек. Қоғамдағы мәселелер айтылмаса, қордаланып, бітеу жарадай асқына бермек. Әр буынның, әр топтың өзіне тән бейнеті жетерлік. Жеткіншектер мәселесі туралы трилогия түсірген Эмир Байгазиннің Асланның сабақтары заманауи ауылдағы буллинг, қатыгездік пен кімдікті іздеу тақырыбын көтереді. Мектепте бар әлімжеттік қоғамның көрінісі мемлекеттік институттармен де, жалпы жүйемен де тікелей байланысты. Фархат Шәріповтың тұлғалық өсу тренингі фильмінің басы мен аяғы әр кадры өлшене өрілген кәсіби туынды. Банктегі қатардағы қызметкер Қанат мансабы жоғары курстасы Даниярмен кездесіп қалады. Ажырасқан жалғыз қызының тәрбиесі мен анасының дертіне бас қатырған Қанатты Данияр ақшалы әлеммен таныстырады. Бір қарағанда күнде болатын жағдай, күнде қозғалатын әңгімелер. Бірақ кезекті отырыстан кейін Даниярмен кеткен Динара есімді бойжеткен жоғалып кетеді. Қанат уайымдайды. Динараның құрбысы оған ештеңе болған жоқ деп сендіреді. Отырыс кезінде Lexus алуды армандаған қыз бұл жолы Lexuспен кетіп бара жатқанын көреміз. Данияр да кенет байланыс саясынан тыс. Қанат оны мешіттен табады, әрі өткен отырыста болған шопырын ауыстырғанын да түсінеді. Қыздың қайда кеткені белгісіз. Қанат әйелге зорлық көрсетуді қалыпты жағдай санайтын Даниярдан күдіктенерін не күдіктенбесін білмейді. Қанаттың қызметін өсірем деп жүрген Данияр шарт қойған. Бұл жағдайды ұмыт, әйтпесе өкінесің. Картина басында ақылынан адаса бастаған анасы соңында мүлдем алжып тынған. Ал далада көктем, ағаш гүлдеп тұр. Фильмнің прологындағы қызын жоқтаған анаға ләм-мем деместен төнген гүлді ағаш секілді. Әдетте кинода көктемді өмірмен байланыстырып жатады, бірақ өмірде трагедия маусым таңдамайды. Қанат қазіргі өзіміздің ортамызда жүрген адамдар. Бүгінгі адам.
ол жалтақ ол сыртта емес, ол іштей жалтақ адамдар. Өйткені қоғам солай тәрбиелеген, солай тәрбиелеп те жатыр. Қазір де сондай. Бүтін бір қоғамның, былайша айтқан кезде Фархат Шарипов деген бұл өте нәзік режиссер ғой. Көп нәрсені астарлап береді. Нағыз кәдімгі еңбекқор адамдар бағаланбайды. Олардың істеп жүрген тірлігі көрінбейді, көзге ілінбейді. Былай қарап отырсаңыз, біздің халқымыз сонда көп емес қой. Бірақ сол аз ғана халқымыз бір-бірімізді қазір жанышып, таптап өтіп бара жатырмыз қазір. Ешкім бұрылуға, біреудің жүзіне қарауға, оның халін сұрауға, біреу қалып бара жатса демеу, қолтығынан көтеру деген сияқты нәрселердің бәрі қазір ұмыт қалған заман. Болды, ілесуің керек, тек ілесіп отыруың керек деген сондай қазір қағида қалыптасқан заман бізде. Ілесіп отыр, қалып қалма. Бәрі асығып бара жатыр. Можно ли делать карьеру самостоятельно? Қоғамда жемқорлық қалай жайлаған? Неге жемқорлық қылмысқа апарады? Көрдіңіз бе, драма осындай маңызды сұрақтар көтеруге мүмкіндік береді. Драма жанры шынайы оқиғаның тереңіне үңіледі. Мәселен, тұлғалық өсу тренингінде Фархат Шарипов 30-35 жастағы адам жайлы айтты. 18 килогерц фильмінде бас кейіпкер 17-18 жастағы бозбала. Алғашқысында қалай өз күшіңмен карьера жасауға болады десе, екіншісінде жастар арасында түйінді мәселелердің бірі нашақорлықты көтереді. Схема картинасында қыздардың ересек өмірге аяқ басуы, балалар жүзушілігін көрсетеді. Фархат Шарипов бір драмасынан екінші драмасына өткенде жеке әлеуметтік топтарға қатысты мәселелерді көтереді, ал біздің қоғам бұл проблемаларды жасырады. Барлық трагедия атаулы немқұрайлылықтан басталады. Қоғам санасындағы беймазалықтарды көрсете алатын суреткер өз дәуірінің тамыршысы іспеттес. Күнделікті ағымдағы ақпараттан біз айналамыздағы қоғамдағы процестерді, адамның жүрегінде жанында болып отқан дүниелерге біз аңғара бермейміз. Үлкен революциялардың өзі сондай қылдай нәзік нәрселерден қордаланып келіп, үлкен дауға, үлкен отқа ұласып кетіп жатады. Сондықтан қоғам сондай қылдай бір нәзік мәселелер, проблемалар былай айтқанда туындаған суреткердің міндеті сол. Ол суреткер оны 5 жыл, 10 жыл, 50 жыл уақытынан былай айтқанда алдында жүру керек қой. Соны алдын ала байқаған нәрсесі суреткер өзінің өнер саласында қоғамға жеткізіп отыру керек. Менге масты өзім қоғамды өзіне таныту, адамды өзіне таныту, адамның жан дүниесіне, жүрегіне үңіліп, оның ойын қозғап, жүрегін шымырлатып, ояту. Қоғам туралы ең тұшымды ойлар айтып жүрген режиссердің бірі Әділхан Ержанов. Өндіріп жұмыс істесе де, бос фильмі жоқ. Драма, она тоже, вот еще раз я хочу сказать, отражает социальные проблемы общества. Драма қоғамдағы әлеуметтік мәселелерді көрсетеді. Сол себепті ол мен кіммін, өз шаңырағымды көтере алдым ба, қоғам құралдық па деген секілді сұрақтарға жауап іздейді. Үкілі Камшат картинасы, әлемнің бұлай енжарлығы, қап-қара адам, атпайдың шайқасы, әйелдер туралы оқу іздеген Адемока, ұл болсын. Қоғамда қандай сұрақ туса, Әділхан Ержанов сол сұрақтардың бәріне жауап беруге тырысады. Өзегінде ол мемлекет құру мәселесі тұрады. Мемлекет құралдық па? Бұл қоғамда бала болу, әйел не еркек болу қандай? Мектеп бар ма? Жемқорлық бар ма? Полиция қалай жұмыс істейді деген сұрақтардан мемлекет қалай жұмыс істейді деген ең негізгі мәселе туады. Драма ең қиын жағдайда да жеңіске жететін адам рухы туралы дейді Барри Дженкинс. Яғни кино рухымызды оятады, құқық, әділет үшін күресуге жұмылдыра алады. Екі түрлі нәрсе ғой, сыр мен сымбат. Эрин Бронкович бір қарағанда стереотиптерге бағынбайтын сұлу әйелдің қалағанындай киініп, қалағанындай жүріп тұру үшін күресі сияқты. Киіміне қарап баға беру, сұлу әйелді ақылсыз деп ойлау, кең тараған стереотиптер. Эрин Бронкович соның бәрін еңсереді және бүтін бір аймақтың ауысуын улаған алпауыт компанияны жерге қаратады. Солайша фильм әлсіз әйелдің осы жетістігін мысал етіп, көрерменді әлеуметтік және экологиялық теңдік үшін күресуге шабыттандырады.
чикаголықтарды тергеу азаматтық активизмнің маңыздылығы туралы бірнеше оқиға желісін біріктіре білген монтаж, сот залының жылмағайлығы мен көшедегі ереуілдің арасындағы контраст, тергелушілердің ірі планы мен залдың жалпы пландары, дәуірмен үндес музыка, актерлердің шынайы ойыны бәрі де фильмнің бағасын өсіріп тұр. Ең бастысы, ол сөз бостандығы үшін күресуге үндейді. Кино күрделі болса да күйреуік болмасын. Жігерлендіретін, рух еркіндігіне үндейтін фильмдер сындарлы сәтте көңілге медеу. Абай айтпақшы, дүниеде еш нәрседе баян жоқ екені рас болса, жамандық қайдан баяндап қалар дейсің. Эй, придурок! Ты больной или притворяешься? Я Форест Гамп. Убегай, Форест. Беги, Форест, беги, скорее! Әлемдегі ең есте қалар фильмдер адам рухының асқақтығы туралы. Форест Гамп кедергіден кедергіге ұшырайды, бірақ ешқашан мойымайды. Үмітсіз шайтан деп алға ұмтыла береді. Азаматтық қоғам үшін күрес, Вьетнам соғысы, Уотергейт жанжалы, ірі тарихи оқиғалардың ортасында Форест Гамп тек қана достық, адалдық, махаббатты ұран қылып жүгіре береді. Шоушенктен қашу да адам рухының жеңімпаздығы туралы. Энди мен Редтің достығы жаһанда жалғыз жанашырың болса да жеткілікті дегенді меңзесе, Эндидің кітап құмарлығы білім өмір шырағы деген ой түйгізеді. Фильмнің негізгі желісі еркіндікке құштарлық болса, оған жол ашатын білім ғана. Әділдік үшін күрес пен құқық жүйесін жетілдіру мәселесі де фильмнің негізгі месседждерінің бірі. Өмір ғажап. Әлемдегі ең сұмдық апаттың алдында тұрып та көңіл құтысын қаусатпауға болады. Жақсылық пен жарықты көре білсең болғаны. Бүкіл дүние бір баланың көз жасына татымайды деген Достоевский сөзін ұран еткен Гуидо өлімге бара жатып та баласына күліп бара жатады. Драма адам болмысын ең шынайы жеткізетін жанр. Сондықтан да ең қиын жанр. Өйткені режиссерден де, актерден де ең жоғарғы эмоционалдық шындықты күтеді. Менің ойымша, ол адамның жан дүниесіне тереңге енуімен және сол арқылы характерлерді ашуымен ол жетекші жанр саналады деп ойлаймын. Мен сценарий жазған кезде шынайы үңілуге тырысамын. Оның әрбір әрекеті, оның шешімі ол шындыққа жанаса ма, жанаспай ма? Немесе бір абсурдтық деңгейдің өзінде оның қандай мотиві болды деген секілді сұрақтар менің бойымда тұрады. Сондықтан мен өзім сценарийді ұзақ жазатын адамдардың бірімін. Рюсуки Хамагучидің «Көлігімді жүргіз» фильмі. Театр актері Юсуки Кафуку Хирошимаға Ваня ағайды қоюға барады. Оның көлік жүргізушісі Масаки тұйық бой жеткен. Бұл жол бойы Ваня ағайды тыңдаумен болады. Чехов арылуға түрткі болып, қайғы ғана емес күнәр қалаған қос мұңлық бір-біріне жан сырын ақтарады. Бүйректен қыл суырғандай нәзік эстет фильмде адам жанының ақтарылмаған қалтарысы қалмайды. Пол Томас Андерсонның «Мұнай» фильмі қатыгез мұнайшының ғана емес америкалық капитализмнің аяусыз портреті. Режиссер америкалық арман деген миф құбыжыққа айналдырған адамды көрсетеді. Дэниел Дэй-Льюис пен Пол Даннның экспрессивті ойыны, ұзақ кадрлар, фильмнің есептелген жылдамдығы, өзгелерден жырақтау, ашыну мен қажу сезімін сенімді жеткізеді. Анна мен Жорж Парижде тұратын жасы келген бақытты жұп. Күндердің күні Анна инсульт алып дәрменсіз жанға айналады. Жорж сүйіктісінің мұндай халін қабылдай алмай, жаны қиналған жарын босатады. Майкл Ханеке қартаю мен өлім өмірдің ажырамас бөлігі екенін жанашырлықпен жеткізген.
жақсы не жаман адам жоқ. Күрделі ситуациялар мен олардан жол табуға тиісті пенде баласы ғана бар. Адамды тұрақты жаратылыс ретінде түсініп, жақсы не жаман деп бағалауға шеберміз. Бірақ ол пенде болған соң бірде жақсы, бірде ұятты, бірде арлы, бірде арсыз әрекет жасайды. Өмір деген процесс, ал Фархади сол процессті бастан өткеріп жатқан адамды зерттейді. Мәселен, кез келген арлы адам өтірік айтқанда ең алдымен өзіне қиянат жасайтынын көрсетеді. Рахим өзге алдында абыройын сақтап қалу үшін өзіне ұнамайтын әрекетке баратын адам. Күнәлі кейіппен жымиятын оның басынан өткен оқиғалар бір өтіріктен келесі өтірікке ұласып, ақыры жалғандыққа белшесінен батырады. Өмірдегі көп адам сияқты Фархадидің кейіпкерлері де тығырыққа тіреледі. Рахимнің бойындағы шарасыздық сезімін жан дүниеңізбен сезесіз. Өзгені тану қиын, кей адамдар өзін де тани алмай өмірден өтеді. Ендеше адам жанының арпалысына бойлайтын психологиялық драма жанры жан тануда өте маңызды. Мартин Скорсезенің «Такси жүргізушісі» фильмінде үлкен қаладағы адамның жалғыздығы, басқалармен байланыс орнатуға ынтықтығы сипатталады. Бұл қоғамнан шеттетілген Трэвис Биклдің санасын зерделеу. Әркімнің өз шындығы бар. Трэвис те өзін қаһарман сезінеді. Сөйте тұра кінәсізге қиянат жасайды. Кейіпкер санасы біртіндеп тұманданып, ақыл-ес ауруы барын байқаған көрермен өзіне де сырт көзбен қараудың қажеттігін сезінгендей. Жан дүниенің екіге жарылуы туралы елеулі фильмнің бірі Дэвид Финчердің «Жекпе-жек клубы». Бұл заманауи дәуірде ер адам болудың қиындығы туралы фильм. Өзіне көңілі толмайтын адасқақ адам шығар жолды қара күштен іздейді, бірақ жол тапты ма? Санасы екіге жарылған адам өзіне шын керекті тани ала ма? Зорлық-зомбылық пен махаббат арасында дұрыс таңдау жасай ала ма? Ингмар Бергманның «Персона» фильмі. Сахнада әртүрлі образ сомдауға үйренген Элизабет өмірде де рөл ойнап жүргендей сезінеді. Не істесе де жасанды. Жан дүниесі бос, өзін жоғалтып алған. Сондықтан да өзін тапқанша үн қатпауға бекінген. Дәрігер оның үнсіздігі де рөл ойнау деп санайды. Емделсін деп жіберген шипажайда Элизабетке Альма есімді медбике күтім көрсетпек. Бірақ Элизабеттің үнсіздігі Альманың да жан дүниесін мүжей бастайды. Элизабеттің жанын жеген оның суықтығы туған баласына да ені жібімейтіні болса, Альманы керісінше басқалармен байланыс орнатуға ұмтылысы, өз құштарлығын тұсай алмайтыны мазалайды. Біртіндеп екі кімдіктің шекарасы бұзылып, екі әйел бір адамға айналады. Адамдар арасындағы байланыстың сөзбен жеткізуге болмайтын күрделілігі Бергман ойнататын жарық пен көлеңке, фокус пен ракурстар арқылы кино тілімен жетеді. Көрермен де мен кіммін, қаншалықты шынайы өмір сүріп жүрмін деген ойға қалады. Драма лайым қақтығыс жайлы қиын таңдау жасайтын адам жайлы баяндайды дейді Джордж Лукас. Өмірдің боямасыз көшірмесі болғандықтан ол адамның жан жүрегін тербейді. Жүректі қозғаса, өнердің бір мұраты орындалған шығар. Осымен бүгінгі бағдарлама тәмам. Келесі киноскопта кездескенше.